біздің міне Духовича 18-ші үй, содан кейін Бауыржан Момышұлы 18-ші, 20-ші үй. 3 үй, содан кейін біздің үйдің артында 4-ші мектеп, осы котельныйға қосылып, биыл өмірі болмаған жылу тартылып, Совет үкіметі кезінде бұндай жылу болмаған, міне жылу тартылып, сондай үйіміз жақсы, жылы, соған өте қуаныштымыз. Басқа күршімдегі осындай көп қабатты үйлерді де қосса жақсы болады деп ойлаймыз. Енді бүгін таңда міне үйіміз керемет, жылы, ыстық деп айтуға болады. Енді өзім көп балалы жаңағы отбасы болғандықтан, өзіміз жаңағы таңертеңнен кешке дейін жұмыста болғандықтан, өте ыңғайлы, өте жақсы. Осындай жылу жүйесін өзінің шешім тапқанына өте қуаныштымыз. 30 лет испытывали неудобства с топкой печки, с приобретением угля, с приобретением дров. Сейчас у нас красота, тепло, чисто, радостно на душе. Дай Бог, чтобы остальные люди, которые живут пока еще без отопления, также порадовались, как радуемся теперь мы. Большое спасибо.